Аты жөнім Алпанова Жанар Бейбітқызы. Астана қаласындағы номер 92-ші мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Педагогика деп аталатын әлемнен 7 қазынамды қалай тапқаным туралы сіздерге айтып берейін. Қорқыт Ата атындағы қасиетті Қара Шаңырақтағы және Мәншүк Мәметова атындағы Қызылорда педагогика училищесіндегі ғылыми педагогикалық орта, группаластарым, шәкірттерім, әріптестеріммен әлі күнге дейінгі байланыс, оқу, ағарту деген алтын сандықшамның баға жетпес бірінші байлығы дер едім. Дарынды балалар мектебіндегі 10 жылдық еңбек, дарынды баланы тану және анықтау, қазақ тілі мен әдебиетінен тереңдетілген білім берудегі авторлық бағдарламаларды құрастырудағы алғашқы ізденістерімнің қайнар бұлағы болуымен де құнды қазына болып қаланды. Астана қаласындағы әртүрлі мектептердегі еліміздің түкпір-түкпірінен келген әріптестерімен әртүрлі басқосулар, байқауларға қатысу, курстарға қатысу, семинарлар мен конференциялардағы басқосу мен сыйластық әлі күнге дейін менің жаныма жігер мен күш сыйлап келеді. Өмірдің мәнін поэзия мен ән әлемінен іздеген сәтте Бауыржан Момышұлына арнау атты ән мен оқып біліп үйренеміз деген әндерге жазылған сөзім алтын сандығымдағы жалтырақ әшекейлерімдей көңілімді әдемі сазға бөлейді. Оқушылардың шығармашылық қабілетін оятуға себеп те болып жүр. Дәптер қалам алып, әріптерді танып, жұмбақ әлем сырын ашамын. Қазақ тілін үйренудің әдістемесін жазу, түрік тілін үйрену, Ресейде орыс тілінде магистратура бітіру, Кембридж университеті профессорларымен Exner Research, Lesson Study туралы ынтымақтастық көпірін орнату, осының бәрі де басқа елдің озық әдістемесін өзімнің шеберханама қосып, өз шеберлігімді шыңдауға арналған қымбат қазына болып қосылды. Психология мен технологиялар ғасырында Z ұрпаққа жаңаша білім беру үшін эмоционалды интеллектіні дамыту, тайм-менеджмент, мұғалімдердің зерттеушілік құзыреттілігін арттыру, оқу сауаттылығын арттыру бағдарламасын құрастыру сияқты инсайттар жаңа ғана қолға алған жобаларым. Олардың қандай ғажайып әлемге айналатынын келешекте бірге тамашалайтын боламыз. Оқушыға CIS дағдыларын әр 90 сайын игертуді жоспарға енгізіп қойдық. Оқушының сыни және креативті ойлау қабілеттерін қалыптастыруды зерттеу мақсатында әріптестерімен бірге Зият зерттеу тобының жұмысын жалғастырудамыз. Осы жұмыстардың нәтижесін көруге деген сенімім менің алға жетелейтін шамшырағым.